Қазақстанда салыққа қатысты үлкен өзгерістер болып жатыр. Салық соңғы 1-2 айда Қазақстанның инфополисінде бірінші орында тұрған шығар. Әртүрлі кәсіптер, дробление жасағандар, НДС көтеру әртүрлі да. Яғни біздің табыс тұрғысынан кәсіпкерлер болсын, басқа адамдар болсын, өте үлкен қиындықтарға тап болып жатыр және шешілу керек мәселелерге тап болып жатыр. Жай ғана ол емес, сонымен қатар бәсеке де өзінің бір шарықтау шегінде тұр. Мысалы, инфобизнес саласындағы да, осы Инстаграмда контент жасап, соған өзінің продуктысын сататын кісілер өте үлкен қиындыққа ұшырайды. Себебі, мысалы, бәсекелестіктің арқасында көптеген мысалы блогерлардың видеолары өтпейді қазірде. Бір мықты видео жасамасаң, көпшілік оны көргісі де келмейді. Себебі блогер емес қаншама адамдар бар, видеоларын жақсы жасап жатыр, оларды да көре береді. Сонымен қатар таргеттің бағасы да қымбаттап кетті. Бұрын мысалы тауарын, өзінің дүкенін, өзінің осындай аптекасын, әртүрлі услугасын, медициналық қызметтерін таргет арқылы сататын кісілер әлі күнге дейін таргет арқылы сатады, бірақ бұрын келетін кісілермен салыстырғанда бағасы 2 есе 3 есе қымбаттап кетті.